Қазақпын мен еркін өзген. Сәлем баршаға, сәлем қымбатты достар. Бүгін 12 наурыз, жоғарғы лига 1/8 финал, 3-ші топ. Бүгін сайысқа түсетін команда бүгін 12 наурыз. Аягөз құрамасы тек қана қыздар, сағыз және де шучу. Әркез тақсым еткен. Бүгін де аспаның ашық, болашақ есігін ашып, алаулап жалынды жастарын оттаттырады. Жүрегім өзің деп соғады, кеудемді иісің баурап, өзіңе асықпын әркез менің отаным. Қазақпын мен еркін өзген, көкте туам желбіреген. Қырындарым көкке самғайды, ұландарым бүгін батырларым. Бүгін де аспаның ашық, болашақ есігін ашып, алаулап жалынды жастарын оттаттырады. Жүрегім өзің. Сәлем достар, бүгін 3-ші топтың ойынын көруге келіп отырмыз. Бүгін Сағыз, Аягөз, тек қана қыздар және шу командалар ойнайды. Мен негізі азық қылғам. Сәттілік командаларға. Достар, ойын басталуына бірер уақыттар қалды. Сағат 7-ден асты. Қазір 5-10 минуттан соң ойынымыз бұйыртса басталады. Артында зал келіп отыр. Мен жаңағы Әділхан Залқасы Максим Николаев орнында отырмын. Қайырлы достар, бүгін жоғары лиганың 3-ші ойыны, 3-ші күннің ойыны. Бүгінгі топтар өте жақсы топтар деп ойлаймын. Өйткені көзін көріп жүрген жігіттер бар ғой, бүгін тек қана қыздар бар. Бүгін ол Елдос деген Инстаграмның жұлдызын алып шығайын өнім көзі. Бүгінгі ойын нашар болуға тиіс емес, өйткені Жайдарманның ойыны әрқашанда мықты деп ойлаймын. Бүгін батырларым. Құрметті достар, мінекей біз Жайдарман ойындарының жоғарғы лига 1/8 тобының 2-ші тобындамыз. Ойын өте керемет қызық болады деген ойдамыз. Барлығына сәттілік. Біз күтіп отырып, ойын өткізетін ойдамыз. Барлығына сәттілік. Мінекей қымбатты достар, халық бірте-бірте толуда. Ойын басталуына аз-ақ уақыт қалды. Командалар сахнаның артында, тас түйін дайын. 1/8 финал, 1/4-ке өту барлығының ойында бұйыртса ең мықты үздіктер суырылып шығып келесі сайысқа өтеді. Барша командаларға сәттілік. Ойын басталуына аз-ақ уақыт қалды. Біз сахна артына кеттік. Асықпын әркез менің ойым. Жайдарманшылар тағы да кәрі тарихтың қатпарына ойлайтын болады. Тіл ұлысы әдебиет болса, сөз ұлысы тарих. Ал сөздің көркін келтірер әдемі әзіл мен қазағы қалжың. Ендеше бар жандарды жаулаған Жайдарман ашық. Жерде ұлы той болмақ. Бұл тұрғыда шұғылықтардың қуанатын тұсы бар. Бірінші ол сәлемді шуда ашатын шучу құрамасы алғаш рет жоғарғы лигада сәттілік дейміз. Шучу жамбыл облысы. Басында жігіттер. Шучу құрамасының капитаны сәлемізді туралы айтшы. Жалғастырамыз. Жоғарғы лига енді. Сен бала демек татаккесі ойлаған? Салмақты болу керек өйткені. Балкон бар. Сондықтан Жалпы жақсы ғой. бұл жерде ойында аяғына дейін ойнау керек, аяғына дейін берілмеу керек соның үшін. Бұйыртса алда 2 сайыс бар, сонымен жақсылап ойнап шықсаңдар, бұйыртса келесі турға өтіп кетеді. Ойын
жылдамдығында жолда қалдырам мен болсам армандықтарым арманнан дамба ақ құсымды айлы күнде айды бір қырау қай жаққа барып көрермін айлыны мынау өтіме қарай бір кезде шаппайсың неге түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау Менде шабам алдымнан Сағыз құрамасы бүгінгі үшінші болып ойнаған Сағыз құрамасының ойыншысы. Сәлеметсіз жайлы айтып өтсек, ойын жайлы. Ойын күшті болды, керемет болды. Ұнады, команда ұнады, қазір артында шығып жатыр. Енді келесі сайысқа дайындалып тұр. Көңілден шықты ғой ойын. Әрине шықты, күшті бәрі. Зал жақсы қабылдады, жаңа естік, шапалақ өте керемет болды. Алдағы екі сайыста жақсы өткізулеріне Өте рахмет. Мына жігітті Сағыз құрамасының ойыншысы болып естеріңізде қалған болар. Бұл жігіт гитарада өте шебер ойнайды, жақсы ойнайды. Жаңа әндерді орғашылар. Сен гитара неше жастан ойнайсың? 10 жастан ғой. 10 жастан ойнайсың, иә? Өзің үйрендің бе? Үйренді қойып. Есімің болады? Бексұлтан деген жігіт жасың қазір қаншада? 12-де 2 жылдан бері гитара ойнайды. Жалпы 12 жаста жоғары лиганың жұлдыздардың қатарында өтіп келді. Жас болса да жоғары лиганың сәттілік тілейміз. Бұйыртса өзің жаңа құрам алып келіп жоғары лигада чемпион болды. Ужас, это я вообще в шоке. Таң қалып тұрмын, қазір шығамын. Удачи, сәттілік, рахмет, ұйықта. Екі сайыс өтіп кетті. Қалай ойдан шықты ма, көңілден шықты ма ойындарың? Иә, көңілден шықты. Бір кейбір жерлер қалды, бір қателесіп кеткен, сәл дұрыс аяғына дейін жеткізе алмаған, ал былай толық ойымыздан шықты. Сәлемдесу ғой, айтып. Сәлемдесу, иә. Қайым айтыста кішкене кейбір жауаптар күлкісіз болып қалып, содан баға біраз төмен болып қалды. Негізі екі конкурс бойынша ойдағыдай әзірше. Ойдағыдай да. Көңіл-күй ойын жақсы ғой? Жақсы, бұйырса. Енді үй тапсырмаларың қандай тақырыпта болады? Үй тапсырмамыз өткен күннен қалған тарихи бұйымдарды қабылдайтын орталықта болған оқиға. Мынау сендердің реквизиттарың, иә? Иә, бұл біздің реквизит ішінде музейдің атмосферасын беруге арналған. Сонда бұл заттар сатылатын бола ма? Жоқ, оны үй тапсырмамыздан көретін боласыз. Иә, эфирден тамашалаймыз, иә. Ол сыр күйінде қалсын. Аягөз құрамасына сәттілік тілейміз. Рахмет. Бәрі жақсы болады бұйырса. Алда Алла қаласа сәттілік сіздермен біздерге. Достар, жайдарманшылар. Рахмет. Алға. Рахмет. Алға Қазақстан, алға жайдарман әрқашан өркендеп, өніп, өсе берсін. Жайдарманның талантты жастары көбейе берсін. Есен аға, приет!
тікелей ширек финалға жолдама алған командалар Шу